сәлем. Мен Тоқыма әлеміне қош келдіңіздер. Мен есімім Гүлнар. Тоқыма әлемі қазақша МК каналының авторымын. Және сіздерге атақты жапон өрнегі медвежий лапки деп, орысшасы медвежий лапки, қазақшасы жоқ, сондықтан солай атай береміз. Бұл өрнекпен тоқылған бұйымдар өте әдемі көрінеді. Менің каналымда қысқа видеода көрсеңіздер болады. Кеудеше тоқылған, көк кеудеше, красивый жилет красивым узором деп орысша жазылған. Өйткені орысша жақсы тарайды видеолар. Енді соның қазақша тоқылуын көрсетпекпін. Өйткені орысша материал көп, ал орысша жақсы түсінбейтін қыздар үшін, келіншектер үшін осы қазақша видеоны сұранғасын түсірмек ниеттемін қазір. Мұқият болыңыздар. Өрнек егерде бір түсініп алсаңыздар қиын емес, және өзіңіз кейін өзіңіздің фантазияңызбен кез келген бұйымды тоқып кете бересіз. Бірінші шартты белгілі, мынаны скрин жасап өзіңіз сызбамен тоқсаңыз болады. Бірақ бұны түсіндірмейінше сызбамен бірден тоқып кету қиын. Мына бірінші орамына дөңгелек, екінші екі ілмекті бірге теріс, мынау теріс жіп ілмек, мынау X болып тұрған екі ілмекті бірге теріс етіп айландырып тоқу, мынау екі ілмекті бірге солға қарай құлатып қисайтып тоқу, және мынау оңға қарай, мынау басы солға қараса солға қарай, басы оңға қараса оңға қарай. Және мынау бос шаршы, бұл оң ілмек деген сөз. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Ең бірінші біз мынау үлгісін тоқып алу үшін 36 ілмек алып алуымыз керек. 36 ілмекті кәдімгі қарапайым, өзіңіз артынша қанша қалдыратын өзіңіз білесіз. Қарапайым әдіспен 36 ілмек алып алыңыздар. Тоқыма бізге. Тоқыма біз қандай, мен тоқып атқан үлгім бұл Alize Angora Gold. Сіздер кез келген жіппен тоқи бересіздер, мақта болсын, басқа болсын. Бірақ ажур махермен, осында жіңішке жіппен әдем көрінетін, түсінетін шығарсыздар, тесіктер. Және мақтамен. Енді ол шерсть, қалың жіптен ол ажур әдемі көрінбейді. Кәдімгі қарапайым әдіспен 36 ілмек алып алыңыз. Мен үнемі қайталаймын, тағы да айтып кетейін. Видеоларында үнемі қайталап отырам. Егер де сіз жаңадан бастап жүрген, жаңадан үйреніп жүрген шебер болсаңыз, немесе бұл өрнекті бірінші рет тоқитын болсаңыз, менің алған жібімді алмаңыз. Сіз ілінбейтін мақта жіп па, сондай бір акрил ма, сондай алыңыз үлгі тоқу үшін. Мен енді Angora Gold тоқып жатырмын, сіздерге қалай болатынын көрсету үшін. Ал неге? Өйткені бұл махер жіп, егер де бір жері тістесіп қалса, оны тарқату қиын болады. Жаңадан үйренгендерге бұны ұсынбаймын. Angora Gold'ты жалпы махерді. Мұны 36 жіпті ілмекті біз алып алдық. Не үшін 36? Өйткені мына өрнектің рапортында 34 ілмек алынады. 34. Ал екеуі кәдімгі шеткі ілмектер. Оны білесіздер, Қазір мына бір рапортты тоқимыз. Рапорт деген не екен білесіздер? Бұл өрнектің ілмектер саны қайталанатын. Қайталанатын. 34 ілмек қайталанады. Егер бұйым тоқитын болсаңыз, осы 34-ті көбейтесіз, сізге қажетті еніне. Және бірінші үлгі тоқып алып, оны өлшеп, одан кейін қалаған бұйыңызды тоққан дұрыс. Мен енді үлгіні көп тоқи бермеймін. Өзім бір шамалап тоқи беретін бір әдетім бар. Жақсы әдет емес ол. Ал енді бастайық. Міне, қараңыздар, астында біріншісін кәдімгі бір етіп тоқып алдық. Бірінші рет тоқып алайық, кейін жай іліп аламыз. Жиектегі ілмекті айтып жатырмын. Одан кейін 3 оң, 1, 2, 3. Енді екеуін қосып оңға қарай, онда алдыңғы қабырғасынан аласыздар мұны. Сізге қарап тұрған қабырғасынан сол жоқтан оң жаққа қарай кіргізіп бізді былай қарай бірге алып аласыз, іліп. Ары қарай 4 оң, санап отырыңыздар, міне 4-еу. Одан кейін орамнан кейін 2 теріс. Кәдімгі қарапайым, мен сіздерге бұл өрнектің ең оңай жолын түсіндіріп жатырмын деп ойлаймын өзім. Енді 2 терістен кейін 2 оң, 36 ілмек екенін айттым сіздерге ол баста.
бір орам. Енді қараңыздар, мынау неміздің галочкамыздың басы солға қарап тұр. Демек біз артқы қабырғасынан аламыз. Міне, артқы қабырғасынан алып, іліп аламыз. Осыны біз 3 рет қайталаймыз. Міне. 2, орам, артқы қабырғасынан іліп алып, екеуін бірге. 2, орам, артқы қабырғасынан іліп алып, екеуін бірге. Міне, болды. Ортадағы өрнекті бастадық. Енді тағы да 2 теріс. Және мына жақта жасаған әдісті біз қазір қайталаймыз. Мына орам, 4 оң, 4, 2, 3, 4. Екеуін енді қараңыздар, анау галочканың басына қараңыздар, былай қарап тұр. Өздеріңіз 1-2 тоққаннан кейін суретіне қарап түсіне бересіздер, мына тоқымаңызға. Мына енді біз бұны солға қараттық. Және 3 оң. Бұл бірінші қатар осымен аяқталды. Енді екінші қатарда біз әдетте мына жаққа қараймыз, мына 1, 2 деп осы жаққа қарап тоқитын едік. Ал енді былай, мына бірінші қатарды осы жақтан, оң жақтан сол жаққа қарай оқыдыңыз ба? Екінші қатарды сол жақтан оң жаққа қарай оқисыз, теріс қарай оқисыздар. Осылай, былай оқып отырасыздар. Бұрын тек қана былай оқитын едіңіз ғой. Өйткені сізде оң жақта ғана өрнек жасалатында, сол жақта кәдімгі порисонка тоқып кете беретініз. Енді бұл жақта әр қатарға қарап отыру керек. Міне енді біз мына жақтан бастаймыз. Қараңыздар. Не істейміз? Мына жерде 2 теріс деп тұр, міне 2 теріс. Осы ең ыңғайлы сызбасымен тапқан. Ең оңай, ең түсінікті. Бұл өрнектің сызбалары көп интернетте. Міне қараңыздар, 2 теріс. Енді мен сіздерге жаңа айттым, мына X ол айландырған теріс дедім. 2 ілмекті теріс етіп айландырып тоқимыз дедім. Енді айландырған деген не? Қазір сіздерге түсініп көрсетемін. Мына қараңыздар, 2 теріс тұрма. Біз кәдімгі тоққан кезде бізде мына жұмыс жіп алдында тұрады, осылай іліп аламыз, жай тоққан кезде. Ал енді айландырған кезде жұмысшы жібіңіз мына жақта тұрады. Мына біздің ар жағында тұрады. Және оны қараңыздар, мына екеуінің арасынан кіргізесіз. Мына жіппен, мына 2 ілмекті артынан аласыз, астынан, 2 ілмектің астынан. Бұл қиын емес, жоқ, кешіріңіз. Мына жақтан аласыз, мына артынан кіргізесіз. Көрдіңіздер ма? Астынан. Просто бірінші көрсеткенде мен сіздерге жай көрсетіп жатырмын, негіз қиын емес. Болды, мына жіпті іліп аласыз, жұмыс жіпті. Болды, айланып, енді былай қарап түсті өрнек. Болды, бар болған осы. Енді ары қарай тағы да 4 теріс, 1, 2, 3, 4. Орамын көрініп тұр өзі, мына жерде сурет бойынша орам екен, орам. Мына орамды теріс тоқып аласыз, алдында орам болғанда. Енді 2 оң. Енді ары қарай не істейсіз? 2 теріс, қараңыз, суретке қарап отырыңыз. 2 теріс, оң. Енді мына жерде 2 теріс ілмекті кәдімгідей тоқимыз алдынан, алдыңғы қабырғасынан былай. Жай. 2 теріс, осылай қайталаймыз тағы да. Міне, екеуін қосып алдық. 2 теріс, соңында тағы да екеуі бірге болады. Міне, болды. Енді 2 оң. Ары қарай, мына сол жақта жаңа біз не істедік, оң жақта не істедік, соны қайталаймыз. Так, біріншісін тоқып аламыз теріс қып. Одан кейін орам. 1, 2, 3, 4. Бұл жерде 2 ілмекті теріс етіп, кәдімгі алдыңғы қабырғасынан тоқып аласыз. Міне. Енді үшінші қатар қараймыз. Мына жерде бізде 1 оң қалды. Былай қарай өрнек жылжып жатыр, былай қарай. Міне өз көрініп тұр, мына жерде бет қысқарту керек екен. Міне өз ілмектер былай қарай жатыр, өрім боп. Міне қараңыздар, былай қарай кетті. Мына жерде үнемі 4 ілмек, 4 оң. 4 оңнан кейін орам өз көрініп тұрады. Міне орам екен. Орамнан кейін жаңадан алынған орамдарды біз тоқып аламыз, оң қылып.
мынау өрнектердің арасында екі теріс арасында тұрады, үнемі арасында тұрады. Енді тағы да соны қайталаймыз. Екі оң орам, екеуін бірге, екі оң орам, екеуін бірге, екі оң орам, екеуін бірге. Көрдіңіз ба? Оп-оңай өрнек, бәнже қиын сияқты да, егер сызбаны көрсеңіз, бір қиын түсінбейтін нәрсе сияқты. Әсіресе бір түсініксіз сызбаларды көрсеңіз. Мына сызба өте оңай. Мына екеуін бірге қостық та сол жаққа қарай қысқарттық. Өзі қараңыздар, мына кетті. Көрініп тұр, бүйтіп косичка болып. Енді мынау бірінші несі аяқталады қазір. Ең бірінші не десек болады? 4 қатарымыз, 4-ші қатар. Қараңыз, енді мына жерде бізде бірден мынау айқасқан неден екі теріс ілмектен басталады. Жаңа түсіндіңіздер ғой айқасқан. Мына жібіміз мына тұр, жұмысшы жіп, соның астынан кіргіземіз. Және мынау екі ілмектің ең астынан кіргіземіз. Негізі. Бұны орысша түсіндіруінде қыздар мына ілмектерді ауыстырып жатады. Бірінкім біріне былай ауыстырып, айқастырып бір нәрсе істеп жатады да. Ол уақыт алады. Мынаны бірдеңнен бүйтіп іліп алсаңыз оңай. Айтып жатырмын ғой, мен өзімше бір ең оңай әдісін түсіндіріп жатырмын деп ойлаймын. Болды, мұны ары қарай тағы да осылай. Мына жерде қайталана береді. Мына екі теріс, бір орам, екеу бірге, екі теріс, бір орам, екеу бірге, екі теріс, бір орам, екеу бірге, екі теріс. Так, мына жерде үш теріс, бір орам, төртеуі. Мана. Осыны енді бір өрнекті жасаған кезде, бір рет жасадыңыз ғой қазір, бір тоқып шықтыңыз осы 4 қатарды. Осы 4 қатарды тағы да 2 рет қайталайсыз. Тағы дәл осындай 2 рет қайталайсыз. Немесе сәл ұзындау еткіңіз келсе, мына бүйтіп осы өрнектің биіктігін, онда тағы да 3 рет қайталасаңыз болады. Сонда 4 рет болады. Енді оны ары қарай өзіңіз фантазияңыз кете береді. Мен қазір мына жерге дейін 2 рет қайталаймын. Одан кейін мына өрнектің басын көрсетемін сіздерге. Мұны мен тоқып шықтым. Енді маған мынандай ой келді. Қыздар айтуы мүмкін да. Апай, біз мына жақты тоқыдық, енді былай қарай қалай жалғастырамыз деген сияқты. Мына жерге дейін тоқып болдыңыз ғой, иә? Одан кейін ары қарай қайтадан басынан бастай бересіз ғой. Осылай басынан бастай бересіз. Мына үшеу, одан кейін үшеу, сонда ортасында 6 ілмек болады. Осылай қайталап кете бересіз. Раппорт деген осы. Енді мен мынау биіктікке тоқып алдым. Енді мына жағымна 13-ші. 1 мен 12-ні тоқып шықтық. Енді 13-ші қатардан бастаймыз. 13-ші қатардан бастаймыз. Қазір мен ілмегіммен жібімді таппай қалдым. Ал, енді қараңызына басын. Басы ораммен басталады. Басы ораммен басталады. Одан кейін екеуін бірге мына солға қарай. Екі оң орам, екеуін бірге солға қарай. Болды. Екі теріс. Енді қараңыз, мына жерде бір оң қап кетті. Мына жердегі мына өрнектен бір оң қап кетті. Осыны ориентир етіп алсаңыз болады. Мен осыған қарап ориентир жасаймын. Мына осы оңның алдында орам, оң ілмектің алдында 4. Оған мынау оң, одан кейін мына екі терістің үстіне және мына өрнектің ең бірінші ілмегін тоқисыз. 4 болды. Енді қараңыз, мына жерде мынау нелер бар ғой, тор бар ғой, мына жерде 3 тор бар, иә? Осы мынау тордың мына біріншісіндегі екі ілмекті бірге аласыз, бірге аласыз. Енді мына жаңағы мына жердегі түсінбеген болсаңыз, мынау өрнек қазір мына ортаға түседі. Қараңыз. Енді мына жерде 6 болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді қараңыз, мына жердегі жаңа тордың ортасынан алдыңыздар ғой бірге, е? Мына жерде де дәл соғаймын. Осы тордың екі ілмегін қысқартамыз, бірақ оңға қарай. Бұлай ортасына қарай қиылысу керек.
Енді ары қарай не істейміз? 1, 2, 3, 4. Тағы да қараңыз мына жерде. Бір оң, мына өрнектің бір оң ілмегі. 2 орам, 2 теріс, 2 теріс. Енді көреміз мына жерде не істейміз? Мына 2 терісті алдық. Енді 2 оң. 2 терістен кейін 2 оң. 2 оң. 2 оңнан кейін орам. Екеу бірге. Солға қарай. Және 2 оң. Болды. 13-ші қатарды тоқыдық. Түсінікті ма? Түсінбесеңіздер, қайта қарап шығыңыздар. Настройки дегенге түссеңіздер, видеоның астына жайлап көруге болады видеоны. Несін жылдамдығын азайтып. Біріншісін іліп аламыз. Енді тағы да бағанағы айтқандай, мына өрнекті былай қарай тоқимыз. Мынау не үшін көрсетілген мына бір стрелка былай қарай тоқисын деп тұр. Енді міне неден бастаймыз тағы да? Орамнан бастаймыз накеттен. Одан кейін екеу бірге кәдімгідей теріс қылып аламыз. Ешнәрсені айқастырмаймыз. 2 теріс, 1 орам, екеуін бірге теріс. 2 оң. Мына бірінші орамды тоқып аламыз да тағы орам. 1, 2, 3, 4. Үнем бұл жерде 4 болады. Так, мынау біріншісі, қараңыздар мына жерде. Мынау біріншісі кәдімгідей екеу бірге. Айқастырмай, 2 ілмекті бірге алдыңғы қабырғасынан. Одан кейін ортасында 4 оң. Қысқарып жатыр ғой. Сіз мына жақтан екі жақтан қысқартып жатсыз қазір. Енді мынау келесін. Мына жерде тұр мынаны. Бұны айқастырып тоқимыз, мына артынан. Жұмысшы жіпті артынан алып, астынан 2 ілмектің алып, осылай тоқисыз. Егер ұмытып қалсаңыз болды. Ары қарай 4 теріс, 1 орам, мына 2 оң, 2 теріс, 1 орам, екеу бірге, 2 теріспен аяқталады. Болды. Бір жатталасаңыздар, ары қарай сызбаға қарамай-ақ өзіңіз тоқи бересіз. Тағы да осы өрнекпен тоқығыңыз келе береді. Сондай әдемі өрнек. Орамнан басталады. Мына жаңа біз бір рет алғай. Қазір тағы да орамнан басталады. Екеу бірге. Сол жаққа қарай. 2 оң. Орам. Екеу бірге. 2 теріс. Өрнектердің арасындағы орамдарды оң етіп тоқимыз. Тағы орам. Орам деген накид, егер біреу түсінбей жатса. Так, мына жақтан солға қарай. Өз көріп тұрсыз былай сызық болып кетіп жатыр. Екеу. Мына екеу теріс жағынан жабылады енді. Енді мынау сол жақтан оңға қарай. Екеу қараңыз, бір-біріне былай қарай келе жатыр, қосылып. 4 оң. 1 орам. Мына екеуін тоқып аламыз. 2 теріс. Мен қазір уже сызбаға қарамайым, жаттап алам бұл өрнекті. Сызбаны сіздерге түсінікті болсын деп көрсетіп жатырмын. Мына 2 оң, 1 орам, екеу бірге, 2 оң. Дәл осыны жаңа жасадық қой 4 қатар, 13 пен 13, 14, 15, 16 қатарды тағы да 3 рет қайталайсыз. 3 рет қайталайсыз ба, жоқ 4 рет қайталайсыз ба? Өзіңіздің неңіз біледі, қиялыңыз біледі. Бірақ көбірек бүйтіп қайталасаңыз, мына жерде сәл бір ыңғайсыз нәрсе пайда болады екен. 3 рет немесе 4 рет қана қайталаңыз. Одан көп емес. Мен қазір 2 рет қайталаймын. 3 рет 4 рет дегенде мен мынаны айтып жатырмын, мына 4 қатарды. Ал мынадан кейін 2 рет қайталайсыз. Қазір мен 2 рет қайталаймын да, өрнекті менің мынау үлгімді көрсетемін сіздерге. Кешіріңіздер, асығып отыр. Мен сіздерге 16-шы нені көрсетпеппін қатарды. Қазір 16-шы қатарды көрсетейін. Одан кейін қайталай бересіздер. Мына. Енді қараңыз, мына жерде сіздерде мына кәдімгі неден басталады? Орамнан. Бұл өрнекте өзгеріс жоқ.
Бұны мынау тіке торы бар өрнекті өзгеріссіз тоқи бересіз. Ал мына жерде мына 1, 2, 3 ортадағы бізде жабылады қазір, мына жер ортасы. Мына екеуін бірге қосамыз. Енді мына жақта астынан айқастырып аламыз. Болды, екеуі түйісті. Мына қараңыздар, қысқартулар бір-біріне келіп түйісті. Уақытты созбайын деп бүгін жылдам сөйлеймін деп осы бір қатар тастап кетіппін. Ал енді қыздар, өздеріңіз тағы да осы өрнекті қайталап шығыңыздар. Не болып қалды, мына жерде қателесіп кеттім ғой сөйлеп отырып. Ал мына соңында бізде 2 ілмек қалу керек. Мына 1 и және мына жерде орам бар еді, шығып кеттім. Бұл енді осы өрнекті қайталап шығыңыздар. Тағы да 2 рет қайталаңыз. 13 пен 16 аралығындағы қатарды тағы 2 рет қайталаймыз. Мен қазір қайталайын, сіздер де өздеріңіз қайталап шығыңыздар. Ал қыздар, мына мен 24 қатарды тоқып шықтым. Сіздер де осылай тоқып алыңыздар. Үлгі, егерде бір бұйым тоқыңыз келсе, осы үлгіні жауып, кәдімгі өзіңіз қалаған ыдыспен жауып, жуып алыңыз да, өлшеп алыңыз. Ені қанша болады, биіктігі қанша болады. Одан кейін мен мына 3-ші ілмекті тоқыма бізін алдым. Мынау ангора голдқа 3,5 алсаңыз да болады, 4 алсаңыз болады. Енді ол өзіңіздің қалауыңыз. Маған осы ыңғайлы, осы комфортны. Ары қарай кез келген бұйымды тоқып кете бересіз. Ал егер жеке менен мастер-класс керек болатын болса, мына недегі жилеткаға, онда комментарийге жазып кетіңіз, оны ойластырып көрейін. Мына шетінде әдемі ирек шығады ертең. Мысал үшін мынау өрнек былай осылай төмен қарап не болып тұрады, былай толқын болып тұрады, волна болып. Осылай ирек шеті әдемі болады. Менің жилеттерімнен көрсеңіздер болады деп қайталап кеттім ғой. Ал қыздар, енді сіздерге сәттілік. Осы өрнекпен әдемі бұйымдар тоқыңыздар. Және инстаграмда стористеріңізде тоқыма әлемі деп белгілеп, мен инстаграмының сілтемесін қоямын төменге. Тоқыма әлемі каналынан, қазақша МК каналынан үйреніп тоқыдым деп менің еңбегімді бағалап, міндетті түрде белгілеп кетіңіздер. Өйткені бұл мастер-класс ақысыз, ақысыз емес, ақысы тек қана лайк, комментарий және мені белгілеп шығару болсын. Сәттілік тілеймін бәріңізге. Тағы да менің каналымда, егер де сіздер көбірек лайк, комментарий қалдырып, көбірек маған шабыт берсеңіздер, онда видеолар да шыға береді осындай. Сау болыңыздар.